Екпас сабауының өзі мойындырық вена бұғанасты веналарға бөлінеді. Екпас сабауының өзінде бізде мойындырық венаның құйылыстарына келетін болсақ, оның өзі ішкі, сыртқы, алдыңғы деп бөлінеді. Ең бірінші сыртқы мойындырық вена бізде шүйде және құлақтан қан жинайды. Бұны қалай жаттайсыздар? Бұл сыртқы деп тұр ғой, сондықтан сыртқы ұйқы артерияның артқы тармағына сәйкес келеді бұл веналар деп жаттасаңыздар болады. Одан кейін ішкі мойындырық венаның өзі бас сүйегішлік, бас сүйек сыртқылық деген екі тармағы болады. Бұны қалай жаттаймыз? Бас сүйек сыртқылық тармағы сыртқы ұйқы артерияның алдыңғы, ортаңғы, шүйткелі тармақтарына сәйкес келетін веналардан қан жинайды дейсіздер. Мысалы, бет, жұтқыншақ, тіл, төменгі жақ, қалқанша веналары деген сияқты. Ал сыртқы ұйқы артерияның артқы тармағы бізде сыртқы мойындырық вена қан жинайтындығын ол жерден. Ал одан кейін ішкі мойындырық венаның бас сүйекішілік тармағы бұл бізде ішкі ұйқы артерияның тармақтарына сәйкес келеді. Яғни ми, көз деген органдардан қан жинайды деп айтасыз. Ал алдыңғы тармақта ондай тармақ болмайды. Бұғанасы венасында аттас веналар болады. Мысалы, омыртқалық веналар деген сияқты, қалқанша мойын сабауының веналары деген сияқты веналар болады.